өзімнің кітаптарымды көрсететін боламын. Бұл жақында тапсырыс берген кітаптарым. Қазір сіздермен бірге ашатын боламын. Бірақ видеоның соңына қалдырайық бұны, иә. Мен кітабы жақында оқып аяқтаған кітабым. 2 күнде оқып бітірдім. 2 күнде. 2. Сондай жеңіл, тез оқылатын кітап. Бірақ өзіңді тануға, өзіңе үңілуге көмектесетін, ойландыратын кітап. О. Д. Б. А. С. А. Отбасы. Family. Отбасы. Д. О. С. Т. А. Р. Достар. Ш. О. М. А. С. Жұмыс. М. А. Н. С. А. П. Мансап. Отбасы, достар, жұмыс, мансап. Және М. Е. Н. Мен. Өзіңе үңілетін уақыт келді. Азамат Скаков. Отбасы, достар, жұмыс, мансап. Мен. Өзіңе үңілетін уақыт келді. Имам Ғазалидің Ихия ул-Медина. Бұл кітапты да жақында оқып аяқтағанмын. И. М. А. М. Ғазали. Имам Ғазали. И. Х.
9-нчы кітап Алмас қылыш. Қазір Алмас қылышты оқып жатырмын. Соңғы бөлімдеріндемін. 2-нчы кітап Жанталас. 3-нчы кітап Қаһар. Кітап маған қатты ұнап жатыр. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Е, С, Е, На, Б, Е, Р, Л, И, Н, Э, точка. Есенберлин Ілияс. Көшпенділер. Ілияс Есенберлин ақын және жазушы. Көптеген тарихи романдардың, соның ішінде 15-ші ғасырдан бастап 19-ші ғасырдың ортасына дейінгі қазақ даласында болған оқиғаларды сипаттаған көшпенділердің және қазақ халқының қалай пайда болғаны жайлы жазылған Алтын Орданың да авторы. Көптеген адамдар Қазақстан тарихымен танысу осы кітаптардан, көшпенділер немесе Алтын Ордадан басталады. Ілияс Есенберлиннің шығармашылығы бұл қазақ елінің тарихи халық ретінде өзін-өзі анықтауы, мәдениеті мен тұрмысы туралы терең ойлар. Оның әйгілі көшпенділер трилогиясы елдің ең көп оқылған кітаптарының бірі болып қала береді. Оның осы еңбегі 30 тілге аударылған, ал Есенберлиннің өзі жапон тілінде аударылған жалғыз қазақ жазушысы болып қала береді. Өке, Х, Ү, Г, Г, Е, Хөке, Көке. Бұл кітапты 14-ші ақпан кітап сыйлау күніне байланысты маған сыйлыққа берген болатын. Енді жақында осы кітапты оқып бастаймын. Бақыт ұғымын зерттеу институты. Бақыт ұғымы. Дат халқының бақытты болуының сыры. Дат халқының бақытты болуының сыры. Майк Вайкинг.
жыл алдын осы таң шапағаты кітабының электронды нұсқасын оқыған болатынмын. Менің таңымды әдемі өткізуге көмектескен кітаптардың бірі болды. Сондықтан да осы жаңа басылымын сатып алдым осы жылы. Және де қайтадан оқимын. Және тек қана оқып қоймай, ішінде айтылған тапсырмаларды орындамақпын. Және осындай бет-белгі қосып салып жіберіпті. Таң шапағаты. Өмірге өкпелеуге де, оны шынайы сүюге де миллион себеп бар. Қай жолды таңдайтыныңыз өз еркіңізде. Гэрри Уэлч. Сәтсіздік деген жоқ. Бәрібір жаңа бірдеңе үйренесіз, өсесіз, дамисыз, бұрынғыдан алда болуға қадам жасайсыз. Сыйлыққа берген кітабым Роберт Маурердің кітабы. Роберт Маурер. Өміріңді өзгертер қарыс қадам. Өміріңді өзгертер қарыс қадам. Кайзен философиясы. Достар, сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, пікір жаза кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз маған шабыт береді. Және пікірге 3 пен 280-нің арасындағы бір санды жаза кетіңіз. Келесі видеода сол сан бойынша кітап беттерін ашып, сіздермен бірге оқитын боламын. Міндетті түрде жаза кетіңіздер. Бұл өте маңызды